Сәлем баршаңызға, сіздермен дәрігер Бағзат Сейітқазыұлы. Бүгін мен осы видеороликта сіздерменен мынау ұйқысыздықтан шаршап жүрген, ұйықтай алмай түнде немесе қайта-қайта түнде тұратын адамдарға арналғым келеді. Өйткені мен бүгінгі видеода сіздерге небәрі бір рецептпен бөлісетін боламын. Егерде осы затты күнделікті түрде ішетін болсаңыздар, бір стаканнан жатар алдында, онда сіздердің ұйқыларыңыз өте сапалы болады, және де сіздер ұйқыларыңыз қанып тұратын болады. И сіздердің мынау ағзаларыңыздағы ағзаларыңыз өзгеретін болады жақсы жаққа қарай, то есть денсаулықтарыңыз артатын болады. Бұл заттар өте маңызды, өйткені екінің бірі дұрыс ұйықтай алмайды, түнде демаламайды, түннің бір уақытында оянып кете береді қайта-қайта деген сияқты көптеген ұйқымен проблемалар кездеседі. Осы демек сізде осындай заттар болатын болса, осы заттың шешімін мен айтатын боламын. Бұл видео басқа видео қараған кезде артықшылығы, үй жағдайында жасайтын зат оп-оңай, ешқандай көп ақшаңызда кетпейді оны істеуге. Бірақ та істейтін болсаңыз, өте көп пайда алып келетін болады сізге, және ұйқыңыз дұрыстайтын болады. Себепті осы үшін каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіз. Ал мен бастаймын. Ең бастапқы айтқым келіп тұрған зат, жалпы айтқан кезде мынау көріп тұрғандарыңызға медицинский статья. Бұл медицинский статьяда жаңағы мен айтып жатқан айран, кефир, айран деген сияқты заттардың біздің ағзамызға қаншалықты пайдасы бар, сол туралы жазылған. Мен бұл айтқан кезде сіздерге сығындысын қазір айтып беретін боламын. Сол айтқым келген заты айран. Егер күнделікті түрде сіздер жатарда айран ішетін болсаңыздар, сіздердің айтқан кезде ұйқыларыңыз өте жақсы болатын болады. Енді айта алмаймын сразу, что айран ішкен кезде сразу ұйықтап қаласың деп, жоқ, ондай зат жоқ. Ол не только айранға да байланысты да, бұл жерде жалпы ағзада витаминдер, микро-макроэлементтер жетіспегеннен де болуы мүмкін деген сияқты көптеген проблемдер бар. Қазір соның бәрін сізге айтатын боламын. Ең бастапқы жалпы айран дегеніміз не? Айран дегеніміз ол бәрілеріңіз білеміз, мына сиырдың сүтінен жасалатын өнім. Ашыған кезде, айтқан кезде сүтті ашытып айран жасаған кезде оның қышқыл дәмі пайда болады. Не үшін? Өйткені ол жерде процесс брожения басталады. Брожение дегеніміз не? Брожение дегеніміз ол мынау біздің қоршаған ортаменен әрекетке түсіп, соның салдарынан мынау дұрыс пайдалы микробтар, бактериялар пайда болады. Сол себепті ол қышқыл дәм пайда болады. Бұл зат біздің ағзамызға негізінде өте қажетті зат. Жалпы айтқан кезде айранның 7 пайдасы бар. Соларды айтып кетейін. Қараңыз, жалпы айтқан кезде біздің кишечникта, біздің кишечник жаңағы ішектерімізде осыншама бактериялар бар. Көріп тұрсыздар ғой, Бұлар бізде ішегімізде бактериялар, микробтар екіге бөлінеді. Жақсы микробтар болып бөлінеді, және жаман бактериялар болып бөлінеді. Ең бастапқы мынау жақсылардан айтайық. Жақсы микробтар біздің иммунитетімізді көтеруге көмектеседі, және де бізді былай айтқан кезде көптеген обмендік процесстерді жүргізуге көмектесіп отырады. Мысалға, бифидобактериялар бар, ол біздің ағзамыздағы пайдалы бактериялар. Бұлар басқа бактерияларды былай айтқан кезде не істеп отырады? Регулировать дейді ғой. Реттеп отырады. Реттеп отырғанмен иммунитетті көтереді. Және де ағзаға келіп жатқан патогенді флоралар басқа микробтарды басып отырады, өлтіріп отырады былай айтқан кезде. И опухоль бар ғой, мынау онкология деген сияқты сондай неше түрлі заттарды болдырмай отыратын именно осы бифидобактерия. Егер сізде бифидобактерия көп болған сайын, сіз энергияңыз көп болады деген сөз түсінесіз бе? Сіз былай айтқан кезде дұрыс ұйықтайтын боласыз, и бәрі орнына келіп бастайды. Именно осы бифидобактерияға байланысты болады. Және де бұл бифидобактериялар, қазір мен айтатын зат миларыңыздан не істейтін шығар,
таңғалатын шығарсыздар дегенім ғой. Бұлар витаминдер бөледі екен, ойлаңызшы. Умеренный количествода бифидобактериялар біздің ағзамызға керекті витаминдерді бөлуге көмектеседі және бөледі екен. Бұл өте қызық данналар. Содан кейін кишечная палочка деген түрлері бар. Ішектің жаңағы палочкалары деп аталады қазақша. Бұлар бізде витамин К2 бөлуге көмектеседі және К2-ны бөледі. Бұл бізде К2 витамині біздің қан тамыр жүйесіне өте керекті зат. Егер де қандарыңыз қою болған болса, именно осы витамин К2 осы кишечная палочка арқылы реттеліп отырады. Және де біздің жаман бактериялардың патогенді, біздің ағзамызға жаман бактериялардың көбейіп бара жатса, мысалы, соның уровенін басып отырады. Бұл кишечная палочка сондай. Кейін лактобактерия бар. Лактобактерия бізде витамин бөледі және микро-макро элементтер бөліп, және де иммунитетті жақсартады. Иммунитетті көтереді и канцерогенді, жаңа рак, опухоль деген сияқты заттардан сақтап отырады. Түсінесіз бе? Былай айтқан кезде 80% иммунитетіміз, иммун жүйесі бізде именно осы кишечниктарда бөлінеді екен. Мен бұл данналарды очаровательный кишечник деген кітаптан алғанмын. Оқып көрсеңіздер болады, керемет кітап. Сол жерде жазылған. Айранның маңыздылығы туралы жазылған сол кітапта. Ал енді жаман бактериялар қандай бар? Біріншісі кампилобактерия деген бар. Бұл жаман бактерияға жатады. Бұлар бізде көп ауруды тудыратын және де мынау жаман тамақтармен, то есть тұрып қалған тамақтармен кіретін бактерия. Бұл жаман бактерия. Бұл біздің иммундық жүйемізді наоборот құртатын бактерия. Және де ауруларды тудырады көптеген. Мысалы, кишечная инфекция деген сияқты, ішектегі инфекцияларды қоздыратын не болып табылады бактерия. Содан кейін энтерококки дегендер бар. Энтерококтар бұлар көбінесе операциядан кейінгі жағдайларда көбейіп кетеді. Именно операциядан кейін ауыр халде жатқалады адамдар, сол кезде осындай бактериялар, мына бактерияларды, лактобактерия, бифидобактерияның санын басып, оның орнына наоборот иммунитетті угнетать етіп, біздің әлсіздікке, шаршауға, ұйқысыздыққа алып келетін осы бактерия энтерококки. Содан кейін кластридий деген бар. Кластридий дегеніміз ол бұл бізде антибиотиктерден кейін пайда болатын бактерия. Қазір мен айтатын зат сіздерге ауыр тиетін шығар. Қараңыздар. Жалпы маған көптеген пациенттер келеді да, мен приемыма. Сол кезде айтады: доктор, мен ауырып тұрмын, маған антибиотик берші дейді. Салшы маған антибиотик тезірек. Внутримышечно жіберші антибиотик. Внутривенно жіберші маған тамырымнан антибиотик. Бұлай тамырлармен келеді да, жіберші дейді. Маған цеф3 керек, маған цефалоспориндар керек, маған цефазолин керек, срочно маған сал, метрит құй маған. Хотя ол ешқандай показания жоқ ана кісіні, мысалға. Әшейін мұрнынан суағып тұр, болды. Ол инфекциядан да болуы мүмкін да, мұрын аққан. Там шүкіріп қалу, не өпті, шүкіріп қалса не өпті. Мұрнынан суағып қалса не өпті. Антибиотик алу керек бұл сол үшін. Біздердің жалпы Қазақстан ғана емес, стран СНГ, мынау СНГ-да антибиотик туралы адамдар былай ойлайды: антибиотик алған сайын мен емделіп кетемін, антибиотик алған сайын мен иммунитетім мықты болады деп. Жоқ, қаяқтың иммунитеті антибиотик алатын болсаңыз, қайдағы иммунитет? Наоборот, антибиотик алған сайын, түсінесіздер ме, сіздердің иммундық жүйелеріңіз дұрыс жұмыс жасамайтын болады. Сіздердің иммундық жүйелеріңіз антибиотикқа үйреніп алатын болады. Антибиотик менің орныма жұмыс істейді да, сөйтеді, өзі демалып отырады айтқан кезде. Иммунитет жұмыс істей алмайды антибиотик, түсінесіз ба? Сол себепті антибиотик көбейткен кезде бізде именно осы кластридий көбейіп кетеді. Осы кластридий бактериясы, білетін шығарсыздар, антибиотик 5-ші күн антибиотик көп алған адамдар түсінеді, іштері өтеді, іштері ауырап кетеді да, асқазандар ауырады антибиотиктен кейін. Сосын жүреді: доктор, маған
амез берші, амепразол берші, мен ішім ауырып отыр дедім. Сосын врачтар не назначить етіп жатады, флюконазол секілді, противогрибковый дәрілер, антибиотиктен кейін. Мысалға мен стоматологқа бардым, қанша жыл бұрын бардым, мен ұмытып қалдым, даже бір 5 жыл болды ғой барғаныма. Тісімді жылдыртқан мына азот тістерім. Сол кезде маған 5 күнге антибиотик жазып берді, и 6-шы күні маған не ішесің деді, флюконазол. Сол жаңағы антибиотикті ішіп 5 күннің ішінде уже ішектегі бактерияның бәрі болады ғой, былай бычыс шығып кетеді, түсінесіз бе? Мынау жаңағы бізді сақтап тұрған, қорғап тұрған бифидобактерия жоқ уже. Нан активности басылды, кишечный палочкалар жоқ, ағзаға керекті, лактобактериялар жоқ, ағзаға керекті уже. Мыналар көбейіп кетеді, энтерококтар, кластридиялар көбейіп кетеді ағзада. Грибковый инфекциялар пайда болады, грибоктар. Не үшін терілеріңізбен проблема бәрінде? Мұрным қышып кетті что-то. Не үшін асқазандарыңыз ауырады, не үшін бүйректеріңіз ауырады, не үшін бауырларыңыз май басып кетеді, не үшін дұрыс тамақ қорыта алмайсыз, өйткені антибиотик өте көп қолданады қазіргі адамдар. Ол дұрыс емес. Антибиотик алса болады, мен вообще алма деп айтпаймын. Показания болған кезде, ол қандай мысалға, ірін пайда болса, температура кетіп жатып қалған кездерде, кәдімгідей антибиотиктен басқа амал жоқ, пневмония болған кездерде ауыр жарақаттар неше түрлі. Сонда кездерде алса болады, оған ешқандай қарсылық жоқ. Бірақ әшейін бір басыңыз ауырып, бүйтіп мұрнынан су ағып түшкіріп қалсаңыз керек емес онда антибиотик алу. Ал айран туралы айтайын енді. Ең бірінші пайдасы жаңағы антибиотик, мен бәрі антибиотик болып кетті. Айран, біздің ағзамызға ең бірінші пайдасы, ол біздің бауырымыздағы майды кетіруге болады. Түсінесіз бе? Бауырымыздағы майды кетіруге көмектеседі. Қақта мен суреттерім бар. Қараман қой. Жалпы, былай көрсете берейін, бауырдағы майды ерітуге көмектеседі айран. Күнде ішетін болсаңыздар, ол бірінші пайдасы. Екінші пайдасы, мен айтып кеткенде, иммунитетті көтереді. Егер бұрында аурушаң болатын болсаңыз, қайта-қайта ауырып қала беретін болсаңыз, небәрі жатарда бір стакан айран ішу арқылы сіздер иммунитеттеріңізді көтеретін боласыздар. Үшінші жағы, ол аллергияны басады. Қызықтан екен, бірақ шынымен де солай екен да. Аллергиядан арылуға, аллергияның симптоматикасын басуға мені айран көмектеседі, өйткені құрамында кальцийлар бар. Кальций секілді заттар көп болған сайын, білесіз ғой, ағзада аллергияны басады. Мен мысалға пациенттеріме кальций, магний хелат берем, кейбір кезде аллергия кезінде, болмаса коралловый кальцийлар берем. Не үшін? Аллергияны басу үшін. Дәл сол секілді айран ішетін болсаңыз, үшіншісі пайдасы аллергияны басуға көмектеседі. Төртінші пайдасы қабыну процестерін басады ағзадағы. Қабыну процесс деген жалпы не? Қабыну дегеніміз ол воспаление айтқан кезде. Любой жақта бүйрегіңіздегі воспаление болуы мүмкін, ұйқы безіңіздегі воспаление, өт қалтасының ішіндегі, бауырыңыздағы осының барлығын басуға көмектеседі. Буын ауыру кезінде воспалениені тоже басуға көмектеседі. Бесіншісі қан қысымын түсіруге көмектеседі. Былай айтқан кезде қан тамыр жүйесіне көмегін береді. Алтыншысы бізде іш қатуды емдейді. Егер қайта-қайта ішіңіз қата беретін болса, осы айранды күнделікті түрде жатарда ішу арқылы сіз іш қатудан айырылуыңызға болады. Просто істеп көріңіздерші, бір 10 шақты күн сосын комментарияға жазып кетіңіздер обязательно. Содан кейін жетіншісі патогенді микрофлораларды жояды. Жаңа айтып отқандай, егер айран ішіп отыратын болсаңыздар, біздегі ағзадағы полезный бактериялар көбейетін болады, ал жаман бактериялар азаятын болады. Осыған именно небәрі бір стакан айран көмектесетін болады. Ал енді ұйқыға көмектесетін қандай баттары бар, осыны айтып кетейін енді. Жалпы бұл видео айтқан кезде дұрыс ұйықтай алмайтын адамдарға арналады, және иммунитет түсіп кеткен, сондай аурушаң, тағы басқасы. Аллергиясы бар, өтімен, іш құрысымен проблемасы бар адамдарға. Ұйықтауға көмектесетін баттар бар. Біріншісі комплекс валериан деп аталады.
Екіншісі бізде витамин D, болмаса витамин D3 и магний хелат. Осы үш дәрі сіздің ұйқыңызды реттеуге көмектеседі. Алдында бір қыз консультация жазылған анализге жібердім. Келгеннен кейін анализін қарасақ, магний түсіп кеткен ғой, кәдімгі 53 болып кетіпті, түсіп кеткен. Соны айттым мен, ұйқыңыз қалай дедім. Айтты, ұйқым жаман дейді, ұйықтай алмаймын дейді. Айттым, конечно, магний түсіп кеткен. Қалай ұйықтайсың? Запор бар ма деп сұрадым. Я, запор бар, мен біліп тұрмын, магний түсіп кеткен запор болады адамда обычно. Я, конечно, магний түсіп кеткен запор болады. Потому что магний кишечный перистальтикқа әсер етеді. То есть кишечниктің дұрыс жұмыс жасауына әсер ететін микроэлемент болып табылады. Элемент болып табылады магний. Ұйқысын сұрадым, айтады, ұйықтай алмаймын түнде. Не үшін? Жетіспейді магний. Сол себепті витамин D3 дәл солай түсіп кеткен, ағзасында магний түсіп кеткен. Осы екі нутриентті бері арқылы, витаминдер бері арқылы ол уже өзін жақсы сезініп, түнде ұйықтап жүр, қазір бәрі жақсы. Бұл айтқан кезде осындай мелочь заттар сияқты көрінеді, бірақ қарасаңыз кәдімгідей көмектеседі. Енді қорытынды ретінде не айтамын? Толығырақ егерде іш қату туралы видео көріңіз кеше, болмаса ас қорытудың бұзылуы, төбеде ссылка қалдырып қоямын, соған басып өтіп қарасаңыз болады, өте маңызды видеолар. Егерде мен консультацияма жазғыңыз келсе, осы номерға жазыңыз маған WhatsApp-қа, мен сізге инструкция беремін, дальше не істеу керек екенін айтамын. Егерде сізге осы видео ұнаған болса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіз. Сіздермен болған мен, дәрігер Бағзат Сейітқазыұлы. Келесі видеода көріскенше сау болыңыз.